Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен осындай жарқын, түрлі түсті, ағзаға пайдасы мол грек салатының рецептімен бөлісемін. Көрінісінің өзі тәбет ашарлықтай осындай жарқын болып шығады. Ең алдымен біз тұздығымызды дайындауымыз қажет. Ол үшін керекті заттарды алдын ала дайындап алдым мен. Зәйтүн майына базилик, орегано және қалауларыңызбен тұз бұрыш қосамыз. Үстіне лимон шырынымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз да бір шетке қойып қоямыз. Енді азық-түліктерімізге кірісеміз. Ең басты ингредиент фетакса сыры. Барлығын жақсылап турап аламыз. Міне, мен осылай ірі қылып және көбек етіп турап алдым. Енді барлығын ыдысымызға салып араластыратын боламыз. Үстіне бүтіндей зәйтүндерімізді саламыз. Оның үстіне дайындалған тұздығымызды құямыз. Осылай жаймен араластырамыз. Бұл салаттың дәмі ерекше болып шығады. Енді тарелкаларымызға осындай салат жапырақтарымызды қойып, әсемдеп аламыз астын. Тіптен бұл салаттарымызды майда етіп турап жіберсек те болады арасына. Бірақ осылай астына жайғастырсаңыздар, әдемі болып көрінеді. Енді үстіне салаттарымызды қоямыз. Бұл рецепт бойынша осындай үлкен тарелкеден 2 тарелке шығады. Міне, осылай барлығын салып аламыз. Енді ең басты ингредиентіміз фета сырымызды үстіне жайғастырамыз. Осылай үстіне ғана қоямыз, оны араластырып жіберудің қажеті жоқ. Араластырып жіберетін болсаңыздар, ол езіліп кетуі мүмкін. Өйткені бұл сырымыз өте нәзік сыр. Міне, біздің салатымыз дайын. Осындай дәмді көрініс болып шығады. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.